Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Алматы көшелерінің бірі. Көше қиылысының бір жағында көлік тоқтаусыз зуылдап өтіп жатыр. Енді бір жағында ұзын сонар жабайы базар жайылған. Әркім әр түрлі зат сатады. Біреу жәшіктерін үстіне футболка, трико жайып тастаса, қасындағы адам шұжықтың түр-түрін сатып жүр. Арырақта біреу алма жүзім, банан сатып тұрса, оның қасындағы арзан аяқ киімдер сатып тұр. Жол бойымен өтіп жатқан адамдар бірі тоқтап алып жатыр, бірі басын бұрып қарамайды. Бір кезде біреуі келе жатыр деп еді, барлығы жалма-жан заттарын жинап, қолтығына қысқандары қолтығына қысып, тачкасын сүйрегендер тачкасын сүйреп, жан-жаққа тым-тырақай қашты. Олардың көріп қойғаны анадайдан келе жатқан участковый еді. Осы тобырдың ішінде жасы 40-тардан асқан Гүлден де бар. Оның сататыны аяқ киімдердің ұлтарағы, неше түрлі шұлық, Қытайдың ала дорбасына бықсығын салып алып, отырған жерінен алыстап барады. Барғанда сол участковыйдің қарасы көрінбей кеткенше біраз тентіріп жүреді. Ол кеткен соң өзінің орнына қайтып келіп отырады. Сол отырғаннан кешке дейін отырып, күн салқындағанда үйге қайтады. Кейбір күндері участковый қайтпай жүріп алады. Ондай күні ақша жоқ, үйіне қайтады. Гүлденнің Алматыға келіп, осы базарды жағалап жүргеніне де 3 жыл болып қалыпты. Алматыдан жарты сағаттық сырттағы ауылдардың бірінде 4 баласымен пәтер жалдап тұрады. Осыдан 5 жыл бұрын күйеуі тастап кеткен. 4 баласын әйелімен бірге тастап, өзі бір саудагер әйелдің қолына кіріп алған. 4 баласын асырап, Гүлден қыста күннің суығында, жазда күннің ыстығында осылай жүргені. Үлкен ұлы биыл 8-ші сыныпта оқиды. Ерте есейген бала, қалған бауырларына бас көз болып отырады. Кенже қызы да биыл мектепке барды. Оның да сабағына қарап оқытады. Кешке үйіне келген кезде Гүлден тек тамақ жасап беруге ғана шамасы жетеді. Елмен бірге қашқан Гүлден алыстан қарап жүр. Участковый да асықпады. Әдейі солай істеп отырма, кететін түрі жоқ. Бүгін сауданың болмайтынын түсінген Гүлден үйіне қайтты. Ертерек барып тамағын істеп, ерте жатқысы келіп тұр. Осындай жүріске әбден шаршаған. Басқа жұмыс тауып кеткісі келеді, бірақ ыңғайын таппайды. Қасында киім сатып тұратын өзінен 4-5 жас үлкендігі бар Қалдыкөлге ертең кешігіп келем, баламның мектебіне баратын. Жұмыс болып тұр. Күнде бұзылып тұр. Жауын жаумаса екен. Жауса тағы сауда жоқ қой, қиын болатын болды ғой, дегенде. Жауын жауса да, жаумаса да, ертең міндетті түрде кел. Неге? Деді таңдана. Айттым ғой саған, ұмыттың ба? Қайнағам келеді, деді қолана қарап. Ой, сен де қоймайды екенсің. Керек емес, өзім балалармен алысып жүргенде байды қайтем. Қайнағам қалаға күнде келе бермейді. Әкесін Алматыға қаратуға келген. Ертең қайтады екен. Осы сен қалай ойлайсың сонда? 4 балам аздай, енді барып 2 шалды бағуым керекпін бе? Кім-кімді бағады? Саған осы жолдың бойында тұрған ұнай ма? Қайнағам сені балалармен бірге қосып бағады. Қорасында малы бар, огороды бар, үйі де үлкен. Тек үйінде 2 еркекке тамақ істеп беретін әйел жоқ. Не шем, не жеймін демейсің деп Гүлденге қарап тұр. Гүлден қолын бір сілтеп жүріп кетті. Ертеңінде базарға шыға алмай қалады. Баласының мектебіне барды. Кіші қыз ауырып, ауруханадан бір-ақ шықты. Күздің қара суығы бар. Үйдің іші аңыраған, суық, жағатын отын жоқ, көмір жоқ. Балаларға қыстық аяқ киімде жоқ. Қайсысын түгендерін білмей, есі шыққан Гүлден сол кезде амалсыздан Қалдыкөлдің қайнағасына тиіп алады. Қалдыкөлдің қайнағасы ертен шынымен де әкесімен ғана тұратын. Әкесі 80-нен асқан қария.
Әйелі осыдан 10 жыл бұрын ауырып қайтыс болған. Алла екеуіне бір перзентті бұйырмаған еді. Міне, қартайған шағында жалғыз қалып, әкесін бағып отыр. Қорасында 10 шақты қойы, бұзаулы сиыры бар. Сиырды өзі сауады. Үйдің шаруасына да мықты. Жасы 50-ден асып, 60-қа жақындағанда пенсияға іліну керек жұмысын істеп жүретін беді. Әкесіне қарауға шамасы жетпей қиналып кетеді. Содан туысқандар, көршілер болып, бұған әйел іздеп жағдайын жасамақшы болыпты. Алғаш үйге бір-екеуі келеді. Неге ұнатпайтыны белгісіз кетіп қалған еді. Енді міне Қалдыгүл Гүлденді айтып жүріп алып келді. 4 баласымен алғаш келгенде жатырқап жүрді. Уақыт өте келе балалары да өзі де үйренген сияқты. Алла маған әкемді бақсын деді ме, менде бала да, әйел де жоқ. Осы әкемнің көңілін аулап, жылы жұмсағын беріп, жағдайын жасап отырсам болды. Балаларың алаңдама. Мектепке орналастырамын деген. Ерден жұмысқа кеткенде Гүлден әкесімен үйде қалады. Қария 80-нен асса да әлі тың. Сыртқа өзі кіріп шығады. Ақыл есі де дұрыс. Алжымаған, күн бата ерте жатып қалады да таң атпастан тұрып алады. Әкесінің әдетін білетін Ерден бірге тұрады. Шайын, тамағын беріп, жұмысына кетеді. Үйде қалған Гүлден үйдің тірлігімен айналысады. Әйелі жоқ, 10 жылдай 2 еркек тұрды дегені болмаса, үйдің іші мұнтаздай таза еді. Тіпті ыдыстарының да сыры кетпеген. Көрпе жастығы да өңді. Басында мән бермеген, артынан таңғала бастаған. Гүлден үйді барынша таза ұстауға тырысады. Жалғыз сиырды да уақытында сауып, майын шайқап, айранын ұйытып, табаға нан салып жүрді. Гүлденнің пысықтығы көршілеріне де ұнап, осы әйелден айырылмай енді. Балалар көп демесең, өзі бір пысық екен деп қояды. Ерденге балалары да мектепке үйреніп, өзі де көршілермен араласып, Ерден екеуі тіл табысып келе жатқан кез болатын. Арада бір жарты жыл өткенде әпкесі Тұрсын келеді. Оның келгенін Гүлден жақтырмай қалды. Әпкесінің сырын білетін ол іштен тына қалды. Жаман емес, тапқан байың. Бай болмаса да, күн көріске жарайды екен, деді. Үйдің ішін көзімен шолып өтіп. Қойшы, сенде, бұйырғаны болар, қайбір жетісіп келді дейсің мені. Не болыпты? Ана шалды бағасын, үйін қарайсың, онда тұрған не бар? Балаларының қарны тоқ, маған сол да жетеді. Пешту, аш үріп бедің не? Өзің ақ асырап жүрдің ғой? Сен менің қалай қиналып кеткенімді білмейсің ғой. Көмірге ақша сұрап барғанымда бермедің. Зато жақсы бай тауып алдың. Әйтпесе әлі жүретін едің, шұлық сатып. Сонымен не демекшісің? Үндеме. Барлығын өзім реттеймін, дейді. Кешкі аста Ерденмен ас ішіп отырып, әңгіменің шетін бастады. Ауылдарың мал баққанға ыңғайлы екен. Жайылым жер көп. Бізде бірен саран болмаса, мал ұстайтындар аз. Бір үйді бір сиыр асырайды деген күнделікті тіршілікке жетеді. Ет сатып алмайтын шығарсыңдар? Иә, әркім өзінің малын сойып жейді ғой. Нағыз ауылдың тіршілігі сіңлімді екен ғой. Пысық, үйреніп қалыпты. Әкең де әлі тың екен. Көшеге шығып ел қыдырмаса да, есік алды жүріп тұр әйтеуір, ол да жақсы. Ата-бабамыз ұстанып келген салты бар. Сіңілімді алған екенсің, бұрынғының жолы, ырым-сырымды қашан жасайсың дегенде Гүлден жалт қарады. Әпкесінен осындай әңгіме күтпеп еді. Ерден сыр бермей, иә, оның барлығын білемін ғой, бірдеңгесі болар. Гүлден өзі үндемеген соң бұл әңгіме қозғалмаған еді, деді. Ой, бұған салсаң, бәрібір айтпайды. Біз 3 ағайындымыз. Гүлденнен кейін інім бар. Әйелі, 2 баласы, өзім бар. Үйдегі шалым, 3 балам деп сарнап отыр. Ерден не айтып отыр дегендей, аузы ашылып тыңдап отыр. Ерденге қарап Гүлден ұялып барады. Білдіртпей әпкесін
түртіп қойды. Оны елемейді де. Маған енді бір алтын сақина, Гүлденнің өзіне сырға дегенде Ерденнің көзі бақырайып кетті. Қайдағы алтын? Алтын тұрмақ, сынық темірде жоқ. Мені тонауға келдіңдер ме? Дегенде Гүлден ыршып түсті. Ол заманда, бұл заман, 4 баласы бар қатынға қалың мал бергенді кімнен көрдің? Ойбай, не болды соншама? Шошып, біздікі тек ырым ғой, дегенде Гүлден түртіп жіберді. Қойсаңшы, саған біреу сұра деді ме? Ешкімге ештеңе бермейм, әне, есік шығындар үйден, деп Ерден ашуланып орнынан атып тұрды. Не істерін білмей қалған Гүлден біресе әпкесіне, біресе Ерденге жалтақтай қарады. Не болды сонша ашуланып? Айтсаң да жазықты боласың, жарайды. Бермесең қой, ашуыңды бас. Жоқ, баспайым. Маған бұндай дүние қоңыз адамдар керек емес, шығындар үйден, деді күйеуі түнеріп түріне қарап. Гүлден шынымен қорқа бастады. Қоятын шығар деп әпкесіне қарап қояды. Тартынып тұрған ол жоқ. Ойбай, бір алтынға бола сонша атылғаны несі? Бермесең берме, алмаймын. Жарым түнде қайда бар дейсің? Таң атсын, кетемін. Гүлден бақытты болса болды, деп еді. Сіңліңді де ала кет, деп орнынан тұрып сыртқа шығып кетті. Гүлден отыра қалып жылайды. Тып-тыныш өмір сүріп жатыр едім. Қайдан келдің? Менің өміріме неге араласасың? Деді. Араласпағанда ше, сен сұрауы жоқ біреусің бе? Құдай-ай, не деген жұмырт адам? Бұндай сараңмен бақытты болмайсың. Осы сен маған ақыл айтпай-ақ қойшы, деп ашуланды. Өзінің ыңғайсыз жағдайға тап болғанын түсінген Гүлден әпкесіне жөн ұстады. Таңды атып сыртқа шықса, Ерден өзі сиыр сауып жүр екен. Оны көрген Тұрсын, мынау нағыз қатын ғой, бұған қатын алудың қажеті жоқ, дейді. Жинал, бізге мұнда енді орын жоқ. Сен барлығын құрттың, деп Гүлден жинала бастайды. Гүлден балаларын алып кетіп бара жатқанда Ерден тоқтатпады. Осылай әпкесінің арқасында ажырасып Алматыға қайтып келеді. Маған енді жолама, іздеме де, келме, дейді. Тағы байға тиетін ойың бар ма? Сен менен кешірім сұраудың орнына мазақтап тұрсың ба не? Деп ашуланды. Қайтадан пәтер жалдап, балалардың мектебін ауыстырып, өзі жұмыс іздеп, қу тіршілік басталды. Бұрынғыдай базарға шығатын мүмкіндік жоқ. Бір мекемеге аспаздың көмекшісі болып орналасты. Жұмыстан үйге келсе, Қалдыгүл отыр. Аман саулықтан соң, сендерді әрең таптым ғой, сен неге кетіп қалғансың? Кет дегенге кете бересің бе? Дейді. Не істеуің керек енді? Аяғына жығылып, жалынуым керек пе? Бір алтынға бола сонша ақырды. Енді Гүлден, еркек адам мұндайды түсінбейді ғой. Оған айтпай, жайлап маған айтсаң болар еді. Ана әпкең қайдан пайда болды? Ол да бір менің басыма жабысқан бір сор болды ғой. Гүлден, ашуыңды бас енді. Қайнағам қайтсын деп жатыр. Мен не сендерге етпін бе? Кет десе кетіп, кел десе келетін, бармайым. Қиналсам да күнімді өзім көремін, деп шығарып салды. Абзал Гүлденнің үлкен ұлы. Ауылда тұрмай, Ерденнен кетіп қалғандарына қуанды. Ерден сырт көзге бір қарағанда жақсы адам болып көрінгенімен сараң, қатты адам екенін шешесінен бұрын сезген. Ол әрине оны білдіртпеді. Бірде сабақтан ерте келіп қарны ашқан. Бұл тоңазытқыштан май шығарып, нанға жағып жеп отырған жерінен тартып алған. Таңғы асыңды іштің бе? Енді түс таста жейсің. Қораға барды, малға су бер, деп ас бөлмеден қуып шыққан. Оны Гүлден көрген жоқ. Көрсе де не істер еді? Сол үйден кеткеніне бала риза. Анасына бірде, енді ешкімнің үйіне барып тұрмайықшы. Биыл 9-ды бітірсем, өзім жұмысқа шығамын, дейді. Баласының есейіп қалғанын көрген Гүлден көзінің жасын бір сығып алды. Пәтерден пәтерге көшіп жүріп, жоқшылықтың зардабын тартқан ол, өзінің әкесіне өкпесі зор еді.
Анасынан сұраса білмейді. Жаман телефон шұқылап жүріп, әкесін ВКонтактеден тауып алды. Әкесін интернет желісінен зерттей бастады. Өзінің анасында да интернет жоқ. Жаман телефон. Оның өзінде единицасы бірде бар, бірде жоқ. Әкесінің номерін тауып алып, іздеп барам деген шешімге келді. Гүлден тұрақты жұмыс таппай, жұмысын бірнеше рет ауыстырды. Сөйтіп жүріп, бір байдың үйіне жалдамалы жұмысшы, үй қызметшісі болып орналасады. Қолында мекенжай жазылған бір тілім қағазды ұстап жүріп, Алматының жоғары жағындағы аудандардан дарбазасы биік 3 қабатты коттеджге келіп тоқтады. Қоңырауын басып, біраз тұрып қалды. Әйтеуір бір кезде қолында тырмасы бар еркек есікті ашып кіргізді. 3 қабатты үйдің артқы жағынан ішке кіргенде алдынан жасы 50-ге таяп қалған орта бойлы тығыршықтай бір сары әйел шықты. Танысып, жөн сұрап болған соң, бұрын осындай үйлерде жұмыс істеп көрдің бе? Жоқ. Онда жүр, мен сені жұмыспен таныстырам. 3 күн сынақ, ұнасаң қаласың, деп алдыға түсіп алып, үйді бір аралатып шықты. Өзі аузы бір тынбай сөйлеп келеді. Үстіңгі қабатта тек жатын бөлмелер. Мына есік қана жабық тұрады. Оған рұқсатсыз кіруге болмайды. Қалғандарына кіріп жинай бересің деп, әр бөлменің есіктерін ашып көрсетіп жатыр. Бірақ үйде екеуінен басқа ешкім жоқ. Соған қарағанда үй иелері үйде емес. Мынау әжетхана, мұнда кір жуасың, мұнда үтіктейсің, деп сөйлеп келеді. Гүлден бірін тыңдаса, бірін тыңдап тұрған жоқ. Оның көзі үйде, бөлме есіктерінде, аспандағы жарқыраған люстралармен жалтылдаған аппақ еденде. Бұрын соңды мұндай үй көрмеген ол барлығына таңдана қарап келеді. Ас бөлмеге кіргенде ыдыстарды, небір техниканы көрсете бастады. Сен бірақ тамақ істемейсің. Тамақты аспаз өзі жасайды. Сенің міндетің осы бөлменің де тазалығына жауап беру. Мен де арасында көмектесем, мен осы үйде қожайынның көмекшісімін. Қожайындар бүгін үйде жоқ. Ертең кешке бірақ келеді. Жұмысқа ертең шықсам болады, деп Гүлденді шығарып салды. Алғаш бір аптада Гүлденнің аузы ашылып, әр нәрсеге бір таң қалып жүрді. Қожайындарының бұда шаруасы жоқ. Гүлденнің жүргенін елемейді де. Тек жұмысқа келгенде Жайкүл бастықтың көзіне көрініп, соған есеп беріп жүреді. Алғаш Гүлденге барлығы қызық, әдемі жаңа болып көрінеді. Сырттағы бассейн, жайқалып өскен гүлдер, ортадағы фонтан, құдды бір хан сарайында жүргендей әсерде боласың. Аулада тұрған 4 көлік, бас-басына бір машина. Қожайындарының ішкен жеген тамағы, киген киімдері де ерекше. Не деген байлық, не деген бақыт деп таңдана қарап, осылайда адамдар өмір сүреді екен ғой деп, өзінің өмірін салыстырып, көңілі түсіп кететін кездерде болды. 3 күн сынақтан өтіп, тұрақты жұмысқа қалатын болды. Осылай жаңа жұмысына үйреніп, байлардың өміріне қызыға қарап жүреді. Бұл кезде ұлы Абзал интернет желісін ақтарып жүріп, әкесін тауып алды. Ең алғаш көргені, әкесі Айбол басқа бір әйелмен жүр екен. Гүлденді тастап кеткенде, қолына кіріп алған әйелі өзінен бірнеше жас үлкен, қара торы келген, қысқа шашты біреу еді. Мынауы мүлде басқа адам. Осының өзі әкесіне деген жиіркеніш тудырады. Ақылдасқан жерге кездесуге келді. Балам, қалайсың? Өсіп жігіт болып қалыпсың ғой, деп басынан сипамақ болып қолын созғанда, бұл басын бұрып алып кетті. Қанша жерден ашуланбаймын деп дайындалып келсе де, дауысы дірілдеп тұтығып кетеді. Саған өмір сүрген оңай шығар, я? Баланы тоғыздырып алып жүресің. Қой, олай деме. Қайтеді мынау? Мен көп сөйлемеймін. Маған ақша керек. Оны қайтесің? Тамақ алам. Үйде жейтін тамақ жоқ. Шешең қайда? Жұмыста. Бересің ба? Ақша бергенде менде қазір ақша жоқ.
Сенде қашан ақша болып еді, қашан тауып бересің? Енді балам 1-2 күн тұра тұр. Онда 2 күннен кейін хабарласам, деді де бұрылып алып жөнелді. Әй, мынау қайтеді, деп қыбыртықтап Айбол қалды. Өсіп қалған баласынан мұндай қылық күтпеген еді. 2 күн өткенде баласы қайтадан хабарласқанда Айбол шындап шошиын деді. Балам, мен әлі ақша таба алмадым. Саған қанша керек? Сен өзің жұмыс істейсің бе? Иә, жұмыс істейм. Сонда да айдың соңы қайдан ақша болсын? Ертең тағы хабарласам. Тоқта, маманың номерін берші маған. Оны қайтесің? Бұдан былай менімен есептесесің. 4 балаң бар екенін ұмытпа. Олар үйде аш отыр, деп тұтқаны қоя салды. Есі шыққан бұл не істерін білмей тұрып қалды. Қап, мынаның қорлығын-ай. Гүлденді табу керек. Балаға ие болмай не істеп жүр, деп өзінше ашуланды. Гүлден болса, мына үйге келіп жүріп, бір байқағаны, үй иелерінің өмірі бір күліп, қуанышта жүргенін байқамапты. Қожайын жасы 50-ге тақап қалған, шұжық, консерва жасайтын бірнеше цехы, базарда ет сататын орындары бар кәсіпкер екенін Райгүлден білген. Үнемі жұмыс басты болып жүреді. Үйге келгенен кеткені тез. Әйелі ұзын бойлы, өте арық. Арық болғанда жаман екен, сүйектері адырайып тұратын шала қазақ біреу. Бір сөзі қазақша, бір сөзі орысша, адам жақтырмайды. Үнемі бөлмесінде отырады. Далаға шығып, ары-бері жүруге қиналатын адам сияқты. 3-ші қабаттан түсемін дегенше ішің пысады. 2 қыздары бой жеткен, оқуды бітірген, бірақ әлі тұрмысқа шықпаған. Шығуға асықпайтын да сияқты. Әкелерінің ақшасын оңды-солды шашып жүргендеріне мәз. Бүгін де міне Рәбия 3-ші қабаттан асықпай түсіп келеді. Жарым беліне келгенде ентігіп қалғандай ма? Теңселіп тұрғанын көріп, қасына жетіп барды. Төмен түсуіне көмектесті. Далаға шығам дегенде ишарат білдірді. Ағаш түбіндегі ұзын орындықтардың біреуіне келіп отырды. Рахмет, су әкеліп бересің бе? Деді. Гүлден су әкелді. Қыздар келсе, маған айтарсыңдар, деді. Қыздар келген кезде қасына барып айтты, қыздары бірақ анасына жоламады. Келеді деп ойлады ма екен, сыртта біраз отырды. Қыздар келмеген соң орнынан тұрып, жоғары жатын бөлмесіне кетті. Кешкі аста тамақтанып болған қожайын бірінші болып тұрып кетті. Артынан қыздар кетті. Стол басында жалғыз қалған Рәбия көңілсіз әлі отыр. Ешкімге керек болмай қалған адам сияқты, үнсіз. Көзінде бір мұң бар. Гүлден бір оңаша қалғанда, Райгүлден, Рәбия осы науқас па? Түрі нашар екен. Иә, ауырады. Қожайын бар ақшасын шашып, апармаған жері жоқ. Өкпе ғой. Ең құрығанда қыздарда қатыгез екен. Аналарына жоламайды ғой. Ол оның қыздары емес? Қалай? Қожайын жасырақтау болған кезінде басын айналдырып алған ғой. Байлығына қызығып, басқа еркек таппағандай. Әйелін сөйтіп тастап кеткен екен. Ана әйелі ақылы бар екен, мына 2 қызын күйеуіне әкеліп тастапты. Бақалмаймын деп. Ол кезде бұл қыздар кішкентай болған екен. Әлі мектепке де бармаған. Аналарын сағынатын шығар. Аналарына барып тұрады, ол да пысық әйелге ұқсайды. Мына байлықтан айырылсын ба? Қыздарын әдейі тастап кетіп отырды. Рәбиға сонда оның баласы жоқ па? Жоқ, тумаған. Алла бермеді ме? Жоқ, біреудің жасағаны ма? Бала жоқ дегенде Гүлден сұраулы көздерімен таңдана қарады. 1-2 рет түсік тастағанға ұқсайды. Қиын жағдай екен онда, деп ойланып қалды. Сол күннен бастап Гүлден Рәбияны бақылап жүрді. Рәбия жұмысқа бармайды. Аптасына 2-3 рет ауруханаға барып келеді. Ондай күндері дайын такси шақырады. Жарты күн далада жүріп келгеннен шаршап қалады. Келген соң тұрмай жатады. Кейде кешкі асқа да келмей қоятыны бар. Бір күні қожайын әйелін демалуға 10 күнге шипажайға жібереді.
10 күн Рәбия үйде жоқ. Қыздар білгенін істейді. Арасында достарын шақырып, үйдің ішін шулатып шашып кеткендері бар. 10 күн дегенде Рәбия қайтып келді. Өңі кіріп, жақсы болып қалған сияқты. Алатаудың таза ауасы әсер етті ме, көзге жақсы болып көрінді. Сонда да Гүлденнің Рәбиғаға жаны аши бастады. Мына тұнып тұрған байлықтың не керегі бар, бақытты бола алмасаң? Өзінің күні жақсы ма деп ойлап қалды. Жұмыстан шаршап, үйіне барғанда күтіп отырған балалары бар. Мамалап олар осы күндері асты үстіне түседі. Абзалы биыл 9-шы сынып бітірсем, жұмысқа шығам, ақша табамын деп қояды. Осының өзі бақыт емес пе? Әлі қолғанаты болып шыға келеді. Түске таман телефон шар ете қалды. Белгісіз номерде кім болды екен деп ойлағанша, арғы жақтан «Гүлден, сен бе? Сенің номеріңді әрең таптым ғой», деп Айбол сөйлеп тұр. Көптен бері сөйлеспеген таң қалды. «Мені қайтейін деп едің?» деді амандаспағанына жөн ұстап. «Сен, Абзалға, сен не деп оттап жүрсің? Маған неге жібересің?» «Жібергенін нес? Оны қайдан көрдің?» «Мені тауып алып келді». «Маған не дейді сонда? Ақша сұрады. Баланы неге маған жібересің?» «Мен оны жіберген жоқпын. Өзі тапқан ғой. Қанша сұрады?» «Қайтесің?» «Сұрады». «Бердің бе?» «Жоқ, бермедім». «Жоқ, ақшаны қайдан тауып берем?» «Ай, осы сенде қашан ақша болып еді? Балаң бір ақша сұрап барған екен. Ақша бере алмасаң, қандай әкесің сен?» деп ашуға булығып айқайлай жөнелді. «Сен қатын, түк өзгермеген екенсің. Маған келмесін, беретін ақшам жоқ», деп тұтқаны қоя салды. Қаны басына шығып, Гүлден қалды. Кезінде өзі ғашық болып қосылған адамы. Неге 4 бала туып берді? Сан сұраққа жауап таппай жынданды. Кешке үйге келгенде бірден Абзалға шүйлікті. «Әкеңді іздеп барып, неге ақша сұрайсың?» «Жеткізді ме?» «Біліп едім». «Ақша бермейтіні бар, бірден неге айтпайды?» «Сұрама одан, ақшасы жоқ». «Санасыз ол, өз басын жүре алмайтын адам сені қайтсын?» «Ал мен бәрібір ақша сұрайым. Сен неге қырсығып алғансың, балам?» «Жек көрем оны, үй алмайды. Басқа қатынмен жүр, сондай әкем барына намыстанам». «Қоя ғой балам, содан үлгі алмасаң болды, оған жолама. Мен оған бәрібір барып ақша сұраймын», деп тістеніп алған Гүлден баласының өсіп қалғанын байқады. Қыздар да өзі келгенше үйдің ішін мұнтаздай қылып жинап қойған екен. Іші тар, күңгірт, бір бөлмелі пәтеріне қарап отырып, қожайының үйін көз алдына елестетіп кетті. Сондай үй болса, балалар бассейнге шомылып, өзі күнге қыздырынып жатса шіркін. Осы кезде қожайының 2 қызы есіне түсті. Байдың ерке қыздары сол үйде өскен. Олардың тәртібі, сөздері, жүріс-тұрыстары да мүлдем басқа адам, менсінбейтін, қызметшілерге тәкаппарлана қарайтын. Әкесінің ақшасын оңды-солды шашып жүретін қыздар әрине сондай болып өседі. Сөйтіп, арада 3 ай өткенде Рәбияның жағдайы нашарлап, ауруханаға жатып қалады. 2-3 күнде қожайын іс сапармен басқа қалаға кетеді. 2 қыз сол кезде өздері қалып құтыра бастайды. 3-ші күн дегенде үйге өздерінің аналарын ертіп әкеледі. «Мама, нешесіз?» «Шырым болса болды, қызым. Бүгін осында бізбен қалсаңшы, папам ертең бірақ келеді». «Жақсы, онда кешке не істейміз?» деп үйдің ішін тайраңдап аралап кетті. Түнімен ішіп, жеп, ойларына келгенін істесе керек. Гүлден келген кезде үйдің іші астан-кестен шығып жатты. Рәбия ауруханадан шығатын күні 2 қыз әкелерімен қатты ұрсып қалады. Дауыстары жаңғырып, төменге дейін естілді. Сондағы олардың айтатыны: «Мамамнан қай жері артық? Біздің анамыздан ажыратып алған әйелін қарақ қылды ма? Мен мамаммен тұрғым келеді», деп айқайлады. Осы кезде Гүлденнің есіне Абзал түседі.
Дәл осы күндері оның баласы да әкесімен өштесіп ақша сұрап жүр емес пе? Сол ақшаны керек те қылмайды. Бар ойы әкесінен өшін алу. Бала өссе осы өзінікін істейді. Бір шетінен кімге жаны ашитынын түсінбей қалды. Мүмкін қыздардікі де дұрыс шығар. Оларға ана керек. Рәбия ауруханадан шықса да денсаулығы жақсармады. Ұзаққа бармай ана дүниеге аттанып кете берді. Гүлден енді бұл үйде қалғысы келмейді. Тұнып тұрған байлықтың ішінде өмір сүріп жатса да ешкім бақытты емес. Рәбия кеткеннен кейін қожайын еңсесі түсіп, өмірден түңіліп кеткендей жалғыз қалды. Екі қыз әкелерін тастап аналарына кетіп қалды. Аңғарадай 3 қабатты коттеджде жалғыз қалған қожайын жұмысқа бармай жатып қалды. Құдай өзі кешірсін, айтқан аузым жазықты. Мына екі қыздың анасы мен Рәбиға бір кездері бір универде оқыған, жақсы құрбылар болыпты. Заттарын жинап жүріп, суреттерін тауып алдым. Кейіннен Рәбиға орталарына түсіп ажыратып алған ғой. Осының түбіне мына екі қыз жетті деп ойлаймын, деді Райгүл. Қой, соншалықты қатыгез емес шығар. Қазір жастардан барлығын күтуге болады. Өздері білмесе де, анасының айтуымен жасауы да мүмкін ғой. Қожайынға да жаным ашиды. Енді өзінің басы жоқ па? Екі қызы әдемі әйелі бола тұра неге адасты екен? Ортанға шайтан кірмесін де, деп екеуі сөзді аяқтады. Гүлден осы күндері өзгеріп жүрген Абзалды ойлап шошып кетті. Әкесіне бір нәрсе істеп қоймаса болды деген ой мазалады. Баласының қатыгез, суық болып өскенін қаламайды. Көпке бармай Гүлден бұл үйден жұмыстан шығып кетті. Балам, мен сені ойлап қайғырып жүрмін. Әкең қандай адам болса да, жүрегіне өшпенділік отын ұялатпа. Әкеңнен аулақ жүрші. Біз де жақсы күндерге жетеміз, тек төзімділік керек деп баласына айтудан шаршамайды. Әр айтқан сайын Абзал тебініп, қоңқылдап қалатын осы баласының мінезі кімге тартқаны белгісіз шошитын болды. 9-ды бітірген соң Гүлденге айтып жүріп Абзал мектептің кешкі оқуына ауысып алады. Өзі уақытша жақсы бір жұмыс тапқанша деп жұмысқа шығады. Жұмыс істегенде сол жасы толмаған баланы кім алсын? Жастайынан әркімнің қолында бір қара жұмыс істеуіне тура келді. Тапқан табысын анасына береді. Жартысын өзіне жұмсайды. Жаз айларында құрылыста жүреді. Қыс айларында үйлердің ішкі жұмыстарын жасап жүреді. Бала өссе, баланың шығыны да көбейеді деген, бұрынғыдай аз ақшамен күн көру қиындай берді. Ендігі күні Гүлденге екі жерде жұмыс істеуіне тура келді. Кезінде мектепте оқымағаныма өкінем. Оқысам бір жақсы жерде оқып, қолымда дипломым бар. Жақсы табыс тауып жүретін едім. Міне, көрдіңдер ме, әр жұмыстың басын бір шалып жүрмін. Сол себепті сабақты жақсы оқыңдар деп балаларына ақыл айтып отырады. Осы күндері тұрып жатқан пәтер иесі, орыс кемпірі баба Надя, жалғыз қызы бір кәріске тұрмысқа шығып, Кореяға кетіп қалған екен. Басында хабарласып келіп те тұратын. Қазір хабарласпағанына 10 жылдай болып қалыпты. Ұлы одан бұрын әскерге кетіп, қайтып келмеген екен. Қартайған шағында өзіне қарайласатын адам болмаған соң, қасына адам кіргізетін болған. Гүлденнің тұрып жатқанына да 3 жылдай болып қалды. Бұрын салынған 4 бөлмелі қуықта үйдің бір бөлмесіне өзі жатып, қалған бөлмелерін Гүлденге босатып берген. Жасы 70-тен асып кетсе де, үйі есіктен төрге дейін гүл өсіреді. Қартайғанда айналысатын бар ермегі сол болса керек. Гүлдерге адам құсап сөйлеп, бір жерден екінші жерге ауыстырып, дәрілерін сеуіп жүреді. Екінші бір ермегі, мысығы, муркасы, кемпірдің бар әңгімесін түсінеді. Сары ала мысық та кәрі болғандықтан пырылдап ұйықтағаннан басқа ештеңе білмейді. Алғаш Гүлден 4 баласымен кірген жылы онша жақтыра бермейтін. Гүлден күн ұзақ жұмыста, балалар үйде күн ұзақ. Солардың үйге кіріп шығып жүргенін аңдып жүретін.
Бір күздің қара суығында өзі ауырып жатып қалады. Гүлден жұмыста. Сол кезде қыздары бәйек қағып, орыс кемпірге қарайды. Шайын қайнатып, жедел жәрдемін шақырады. Емделіп ауруханада жатып шығады. Ауруханаға жатқан күннің келесі ертеңінде артынан Гүлден тамақ апарғанда қатты таң қалды, әрі қуанып қалды. Келесі күндері Гүлден келмесе де, бірде ұлы, бірде қызы барып тұрды. Содан бері баба Надя өзгерген. Балаларды жатсынбай, қайта зейнетақысын алғанда арасында тәтті-пәттісін әперіп тұрады. Баба Надя, ет астық, тамаққа келіңіз деп шақырады. Өткендегі қазыма иісі мұрынды жарып кетті ғой деп мәз болатын. Мына жолдың шетіндегі жасыл шарбақты үйде бұрын Вера тұратын. Екеуміз құрдас едік. Қан қысымынан кетті байғұс. Кейде ол маған, кейде мен оған барып тұратымын. Сол Вера қарташатын. Мен сенен бұрын кетем. Сен менен кейінде жүресің. Ажалың судан болады дейтін. Алжыған қақпас, айналамда су жоқ, қайдағы су деп әңгімесін айтады. Көктемнің жылы күндерінің бірінде барлық гүлдерін, топырағын ауыстырып, оған қыздар көмектесіп, үлкен жұмыс тындырғандай мәз болып қалатын. Бұрын мына көршілердің барлығын танитынмын. Бір-бірімізбен жақсы араласып тұратынбыз. Қазір барлығы кетті. Көшті, қалса да балалары, немерелері тұрады. Бұл күндері ешкіммен араласпайтын болдық қой. Білесің бе, мен неден қорқамын деп Гүлденге қарайды. Неден дегенде Гүлден таңдана қарайды. Мына үйде жалғыз қалып өліп қалам ба деп қорқам. Қойыңыз, олай болмайды. Вера құрбым солай кетті ғой. Қыстың суық күндерінде далаға шыға бермейміз. Үйінде жалғыз өзі жатып қалыпты. Қиналғанда қасында тірі жан болмаған. Солай неше күн жатқаны белгісіз. Полиция келіп тапқан. Есікті ашып кірген жерде еденде жатыр екен. Сондай жалғыздықтан қорқамын деп күрсінеді. Көктемге қарай баба Надя Гүлденге тосын сый жасайды. Қанша өмірім қалды дейсің. Шайтан болып кетпейміз. Қызымның келмегеніне біраз жыл болды. Соңғы жылдары оның мына өмірде бар екеніне күмәндана бастадым. Аман болса келер деді. Тіпті көзіне жас алып жыламады да. Соған қарағанда жылап көз жасын тауысқан сияқты. Мен кеткенде дұрыстап жерлесең болды. Мына үйімді саған тастаймын дегенде Гүлден қатты таң қалды. Сенерінде, сенбесінде білмеді. Сен бақытты жансың. Балаларың бар. Қартайғанда сені тастап кетпейтіне сенем. Қазақтар ата-аналарын тастамайды, бағады ғой. Мен күйеуім қайтыс болғанда, ұлым да, қызым да әлі бала еді. Өскен соң екеуі де тастап кетті деп күрсінеді. Баба Надя көп жүрмеді. 2 жылдан соң арғы дүниеге кетті. Кетерін бір апта бұрын Гүлденге түсімде ұлымды көрдім, қызымды көрдім. Қанша жыл өтсе де әлі қартаймапты екеуі де. Сол қалпында жап-жас. Менің күнім аз қалды дейді. Балалары шошып қалмасын деп Гүлден жұмыстан сұранып, үйде бір апта жатады. Баба Надяға күтім жасап, қасында отырады. Айтқандарын істеп, шіркеу қызметшісін шақырады. Жерлеп болған соң көңілсіз күйге түсті. Мүмкін бауыр басып қалғаннан ба, жоқ әлде осындай жолмен тегін үйге ие болғысы келмегеннен бе, бір күні қызы, мама, мынау енді біздің үй ме? Деп сұрады. Қызым, біздің үй. Құдайдың бізге назары ауған болар. Үйлі болдық, міне, құжаттары деді. Олай болса, үйімізді ретке келтіріп, жаңа дүниелер алайықшы. Асықпа қызым, барлығына үлгереміз деп, қызының маңдайынан сүйді. Міне осылай гүлденіп, баспаналы болып, өмірінің келесі белестеріне аяқ басты. Құрметті тыңдарман, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызды, өмірден түйген кеңестеріңізді төменге жаза отырыңыздар. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.